Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз П дыбысы мен әріпі туралы өтетін боламыз. Ендеше маған мән беріңдер. П дыбысы дауыссыз дыбыс болып саналады. Ол сөз басында, ортасында және соңында кездеседі. Сонымен қатар П дыбысы ерінмен айтылады. П. Жарайсыңдар. Ендеше мына суретте көрсетілген сөздерді дәптерлеріңе жазып алыңдар. Парта сөз басында кездеседі. Дәптер сөз ортасында кездеседі. Құлып сөз соңында кездеседі. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бұл сөздерді бір-бірлеріңе сұрақ қою арқылы қайтадан жаттап есте сақтасаңдар болады. Менімен бірге оқулықпен жұмыс жасауға дайынсыңдар ма? Ендеше буынға бөліп айтайық. Топ. Топ. Жарайсыңдар балалар. Тағы да менімен бірге қосылып айтыңдар. Сап. Қап. Апа. Арпа. Аспан. Ақпан. Тап. Кітап. Әріп. Әліппе. Шопан. Шапан. Пана. Баспана. Жарайсыңдар. Ендеше дәптерді ашып, суреттегідей етіп жазайық. П әріпін әдемілеп, көркемдеп, жазу дәптеріне жазамыз. Жарайсыңдар балалар. Менімен бірге болғандарыңа рахмет. Сау болыңдар. Келесі кездескенше.